Сәлем достар, осындай әдемі ваннаға арналған бомбочкалар дайындайтын боламыз. Өте қарапайым, тез жасалады. Видео ұнаса лайк басып, тіркелуді ұмытпаймыз. Кеттік. Ең алдымен бізге лимонный кислота керек болады, яғни лимон қышқылы және де ас содасы керек болады. Және де осындай түс беру үшін мен осындай көк красителдер алдым. Және де осындай кокосовый запах, яғни иіс қосатын боламыз. Кеттік. Ең алдымен осы ас содамыздың 3 қасық столовый ложкамен салатын боламыз. Осылай толтырып ас қасығымен салатын боламыз ас содамызды. Лимон қышқылынан осы ас қасықпен толтырып бірлет қана саламыз. Достар, видео ұнап жатса лайк басып, тіркеліп кетуді міндетті түрде ұмытпаңыздар. Енді ары қарай осылай қасықпен бәрі ешқандай комошка болмау үшін осылай араластырып, ұнтақ қылып тазалап аламыз. Ендігі кезекте осындай түсімізді тамшылап қоямыз, өз қалауларыңыз бойынша. Енді осындай комошка болмау үшін дұрыстап араластыратын боламыз. Маған ыңғайлы болу үшін осылай өзім қолмен араластырдым. Мұнда бізді бояуымыз кішкене ашықтау болғандықтан мен тағы свет қостым. Бірінші қасықпен осыны араластырып аламыз, содан кейін барып қолмен араластыратын боламыз. Міне достар, осылай дайын болды. Енді біз оған запах, яғни иіс қосатын боламыз. Оны да дұрыстап араластыратын боламыз. Иісі қандай күшті. Өз қалауларыңыз бойынша қосасыздар, иісті қоспай қойсаңыздар да болады. Міне достар, дайын болды. Енді осыны ыдысымызға салатын боламыз. Осындай шарикеу ыдысқа салатын боламыз. Достар, айта кетейін, осы Инстаграм парақшасында осы бомбочкаға арналған ыдысының өзінің арнайы ыдыстары бар. Мен осылай үй жағдайында осындай ыдысқа салатын боламын. Осылай каждый салып отқан сайын үстінен басып отырамыз, достар. Аты уатылып қалады. Дәл осылай екінші жағына да осылай саламыз. Осылай басып. Достар, осылай салғаннан кейін осылай қолмен басып алып, екеуін біріктіреміз. Міне бомбочкамыз дайын. Енді сіздерге осы бомбочкамның алу жолын көрсетейін. Жайлап ақырындап аламыз. Достар, міне бомбочкамыз дайын болды. Видеоны аса лайк басып, сұрақтарыңыз болса комментарияға жазып кетіңіздер, міндетті түрде жауап беремін.
және де тіркеліп кетуді ұмытпаңыздар достар.